басқа қалаларды, басқа облыстарды араласақ деген. Ал біздің қаламыздың студенттері саяхатқа да шығады, демалыстарын тиімді өткізеді, сондай қоғамдық жұмыстарға да белсене араласады. Солардың бірі Тараз мемлекеттік университетінің студенттері біздің хабарымыздың қызықты өтуіне барынша атсалысып жүр. Студенттік студияға кезек берейік. Армысыздар, қымбатты көрермен, сіздермен бірге студенттік студия және мен Меруерт Тұхмолдаева. Бүгін Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеттің ісі газеті жайлы және медиа қызмет жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Университеттің ісі Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті оқу-тәрбие маман даярлау ісіндегі барлық іс-шараларды, атқарылған жұмыстарды, алдағы жоспарланған насихаттап, университет студенттері мен оқытушылардың шығармашылығын таныстырып отыратын бірден-бір басылым. Биыл құрылғанына 20 жыл толып отырған газеттің алғашқы саны 1996 жыл қыркүйек айында жарыққа шыққан. 20 жылдық тарихында газет мазмұны сапасы, көркемдік безендірілу жағынан үнемі жақсару, жетілу үстінде болды. 2002 жылдан бастап газеттің бірінші және соңғы беттері қара көк түспен шыға бастады. 2008 жылдан бастап газеттің көлемі А2 форматына көшіп, беттерінің саны 8-ге жетті. Әрі газет осы кезден бастап түрлі түсті болып шыға бастады. Газеттің әр жылдарындағы саны елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жамбыл облысы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті іс-сапарлары, дәстүрлі Дулати оқу халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда, басқа да халықаралық мәні бар үлкен жиындар туралы тұтас номер алынған материалдар, беттер, маңызды ақпарат таратылған материалдар жариялана бастады. Сонымен бірге шетелмен байланыс, профессор оқытушылардың студенттерінің ғылым, білім, өнер мен спорт саласында жетістіктері де басылым беттеріне үнемі жарық көріп отырды. Университет тынысы өзінің 20 жылдық тарихында білім, ғылым ордасына газеті ретінде облыстық ақпарат айдыны өзі мойындата білген басылым болды. Газеттің бүгінгі беталысы, бағыт-бағдары, шығармашылық ізденістері үлкен ұжымның көз алдында. Жыл басынан бері газет үзбей шығып келеді. Студенттер мен оқытушылардың арасында редакциялық алқа жасақталған. Қоғамдық активтік белсенділігі артып, газет достары көбейе түсті. Жыл басында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен университеттің ісі газетінің 20 жылдығына орай профессор оқытушылар құрамы мен студенттер арасында білім биігіне ғылым шыңына байқауы жарияланды. Осылайша бұға дейін ұйымдастырылған Шона Смаханұлының 90 жылдығына арналған сатира және түйінің қиын түйткіл атты мақала байқауы жалғасын тапты. Университет ғылым білімнің үлкен ордасы болғандықтан біздің ұжымның өміріндегі газеттің алатын орны ерекше. Білімнің дариясына құлаш ұрған жастар үшін түрлі ақпараттар керек. Газет арқылы білетін көптеген мәселелер бар. Газеттің ақпараттық, танымдық, тәрбиелік рөлі зор екені белгілі ғой енді. Біздің газетіміздің қазір 20 жылдық тарихы бар. Бұл аз уақыт емес, содан бері қалыптасқан жақсы тәжірибелеріміз бар, орнықты дәстүрлеріміз бар. Сол дәстүрлерді біз одан әрі жалғастырып келе жатырмыз. Алдағы уақытта да бұл дәстүр жалғасыла бермек. Редакцияның қазіргі шығармашылық құрамы мен авторлары газет беделін арттыруға бар күш-жігер, шығармашылық қуатын жұмсай беретініне сеніміміз мол. Мінекей қымбатты көрермен, университеттің газетінің тарихымен және де бүгінімен таныс болды. Сіздермен болған студенттік студия және мен Меруерт Тұхмолдаева. Қымбатты көрермен,